Абайлаңыз жаңалықтар, бұзылған бөгеттер, ашылған қорымдар, күмәнді сұрақтар, тұманды жауаптар. Тасқынның екінші толқынын қалай еңсереміз? Шал кеттен шал қайтқа дейін елімізді елбасының елесі кезіп жүр. Ескі Қазақстанды аңсап отырған кім? Тұрмыстық зорлық зомбылық туралы заң кімді қорғайды, кімді қорлайды? Ерлер неге леңдейді, атана неге лаңдайды? Қазір талқылайық. Абайлайықпен өткен аптаны бірге қорытындылаңыз. Су тасқынының салдары да, сандары да салмақты. Апат басталғалы 100 мыңнан астам адам, оның ішінде 40 мыңға жуық бала құтқарылған және эвакуацияланған. Уақытша орналасу пункттеріне 7 мыңдай тұрғын жеткізілген. 102 мың бас мал қауіпсіз жерге айдалған. Жедел желі телефонына 1,5 мың қоңырау түскен. Зардап шеккен аймақтарға 1100 тонна гуманитарлық көмек апарылған. Бүгінгі таңда 73 елді мекенге бару мүмкін емес. Олармен көлік қатынасы үзілген. Төтенше жағдайлар министрлігінің ресми ақпараты осындай. Республикалық штабтың шұғыл жиналысында Қасым-Жомарт Тоқаев қазір ахуал әлі де өте күрделі деп атап өтті. 5 аймақта, нақтырақ айтқанда, Атырау, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстарында су тасқынының екінші толқыны болуы мүмкін. Қостанай, Қарағанды, Ақтөбе, Абай, Павлодар, Ұлытауда жағдай тұрақтала бастады десек те, алдағы күндері 12 облыста жауын-шашын нормадан артық жауады деген болжам бар. Сәуірдің ортасына таман Бұқтырма, Үлбі, Үбе, Тұрғысын, Күршім, Қалжыр, Хамир өзендерінде су деңгейі көтерілуі ықтимал. Жалпы шығыстың тең жартысында, әсіресе таулы жерлерде қар әлі қалың. Мына жақта Батыс Қазақстан облысының әкімдігі 15-20 сәуірге қарай Ресейдің Орынбор және Челябинск облыстарынан Жайық өзеніне көп көлемде су келеді деп күтіп отыр. Көрші елдің шекаралас аймақтарында тасқын салдарынан жағдай қиындаған. 2014 жылы 1 миллиард рубльге салынған су бөгеті 3 күнде 3 рет жарылды. Бірнеше адам қаза тапты. Ор және Орынбор облыстарында федералды деңгейдегі төтенше жағдай жарияланды. Солтүстік Қазақстанда Есіл өзені тасып, елдің есін шығарып жатыр. Қызыл жарды қызыл су басты. Құтқарушылар мен еріктілер 2 апта бойы жанталасып, үйген жал-жал топырақта қат тағысқа төтеп бере алмады. Бөгеттерді бұйым құрлы көрмеген су көзді ашып жұмғанша үйлердің төбесіне дейін көтерілген. Бірер күн бұрын су екпіні электр бағандарын құлатып, Петропавл қаласының бір бөлігі жарықсыз қалды деген ақпарат тарады. Ауыз су беру де тоқтатылыпты. Мәселен, мына видеода көшедегі колонкадан су алу үшін халықтың ұзын сонар кезекте тұрғаны көрінеді. Дегенмен, соңғы мәліметтерге сүйенсек, кеше түстен кейін қаланы сумен қамту жүйесі қайтадан іске қосылған. Президент Тоқаев тағы бір маңызды мәселеге назар аударды. Бұл су басқан аймақтардағы эпидемиологиялық ахуал. Жағдайды қатаң бақылауда ұстау қажет деп тапсырды мемлекет басшысы. Қара жердің қыртысын қопаратын жойқын сел қанша мал көмілген жерді, қаншама дәретхананы шайып кетті. Нақты білмейміз. Бір анығы, Орал өңірінде Сібір жарасына шалдыққан жануарлардың қорымы ашылып қалыпты. Ертең елімізде жұқпалы аурулар жайылмасын десек, денсаулық сақтау министрлігі алдын ала шара қолдануға тиіс. Халықты гигиена құралдарымен қамтамасыз етіп, ішетін су, жейтін тамағына дейін қадағалауы керек. Ендігі гуманитарлық помощь келетін болса, бізге жігіттер медицинский маска, одноразовый перчатка, антисептик керек. Неге десеңіздер, мен мана төртінші ауыл жаққа өттім, істеген невозможно. Құдай сақтасын, осыдан кейін не тарауы мүмкін, әртүрлі аурулар. Сол себепті алдын алғанымыз дұрыс. Барлығымыз құлсарда жүргендер маскамен жүрейік, арнайы медицинский маскамен. Батыс Қазақстан облысында санэпидемиологтар Сібір жарасы көмілген жерден топырақ сынамаларын алды. Талдау нәтижесі бір аптадан кейін белгілі болады. Қазірдің өзінде Қазталовка, Әжібай ауылдарында сел жүріп өткен құбырлардан су ішуге тыйым салынды. Сөйте тұра жауапты ведомство эпидемиологиялық жағдай бірқалыпты деп сендіріп отыр. Сенбеске шарамыз жоқ. Себебі биліктің бишігі ұзын.
шамына тигендерді оңдырмай осып жібереді. Павлодарда үкіметті сынап әлеуметтік желіде пост жазған Ақылбек Темірғалиев деген азамат 6 күнге қамалды. Қоғам белсендісі Фейсбуктағы жеке парақшасында су тасқыны келесі жылы да қайталануы мүмкін деп жорамал жасаған. Рас, Темірғалиев өз жазбасында былапыт сөз қолданыпты, бірақ артынша тез түзеген. Соған қарамастан сот оны әкімшілік кодекстің ұсақ бұзақылық бабына сәйкес кінәлі деп таныды. Қалың қазақ суға батып жатқанда әлеуметтік желінің әдебіне алаңдаған әділ сотымызға қалай сүйсінбейміз енді? Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева медиа кеңістікте заңға қайшы 29 факті анықталды деп мәлімдеді. Ал премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев апат кезінде дүрбелең тудырғандар мен жалған ақпарат таратқандар қылмыстық жауапкершілікке тартылады деп ашық ескертті. Осы ескертуді ескере отырып турасын айтайық. Үкімет өз рейтингінің құлдырау себебін сөз бостандығынан емес, өзінің кәсіби қабілетсіздігінен іздеу керек сияқты. Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ. Жазалау арқылы ауызды жабу әбден ескірген әдіс десем келісетін шығарсыз. Шынымен де 6 күнге қамалған азамат айтқандай, су тасқыны келесі жылы қайталанбасына кім кепіл? Биылғы апат та жылда болатын апат қой. Ауқымы ғана үлкен, себеп салдары бірдей. Әзірше үкіметтің 11 облыста жаңадан 20 су қоймасы салынады деген уәдесін дәтке қуат қыламыз. Әйтеуір тиісті органдар Қызылағаш трагедиясын ұмытпай, сол қоймалардың қауіпсіздігіне жауап бере алса болды. Өтемақы мәселесі де өзекті. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметі бойынша Қазақстанда қарғын су қаптаған 2 аптада 8100 мың бас мал өліпті. Алайда әлеуметтік желідегі әңгімелерге сенсек, жалғыз-ақ Ақтөбе облысының Ойыл ауданында осынша мал қырылған деседі. Статистиканы барынша сүмірейтіп, 4 түлік шығынын 8100 дегеннің өзінде өтемақыны төлеу алгоритмі түсініксіз. Мысалы, министрліктің ресми өкілі Олжас Лебалдиннің сөзін қаз-қалпында келтірейікші. Меншік иелері мен залалды анықтау және басқа да мәселелерді шешу үшін өңірлерде жергілікті атқарушы органдар мен шығынды анықтау жөніндегі комиссиялар құрылды. Су тасқыны салдарынан қырылған малдардың иелері малдары туралы мәліметтерді көрсете отырып, жергілікті комиссияға өтініш беруі керек. Меншік құқық комиссиялардың актілерімен расталады дейді Лебалдин мырза. Мұқият оқысақ, мұнда мал туралы қандай мәлімет талап етілетіні нақтыланбаған. Комиссия бұрынғы бюрократия дәстүрінен айнымай, әр түліктің құжатын әкелдей береме, әлде бірге түскен суретін сұратама, ол жағы бізге беймәлім. Кеше ғана маған сұхбат берген депутат Ерлан Сайыров та мал жанның шығынын анықтау қиынға түсетінін растап отыр. Яғни мал ол адамның жаңағы жан дүниесі. Біздің ауылдағы көптеген біздің өзіміздің туыстарымыз сол малды ресми түрде тіркемейді. Қазір мынау кетіп қалған малдың көбінің жаңағы ресми түрде тіркелмеген болуы ықтимал. Ал егер ресми түрде тіркелмейтін болса, оған компенсация берілмейді. Міне қазір біз ең негізгі мәселе осы ауылдағы өзінің үйінен, малынан айырылып қалған азаматтарға әділетті түрде компенсация жасап беру керек. Оның тіркелмесе қалай әділет? Ол енді ол малдың болғандығын, ол малдың жаңағы бар екендігін қандай да бір справкамен дәлелдеп, сол үшін дәлелдей алмаса, онда ол азаматтардың осы өкіметке деген сенімі азаяды. Өйткені кейбір азаматтарда 50-60-қа дейін мысалы үшін ірі қара болуы мүмкін. Олардың барлығы далада жайылып жүреді. Оның малының бар екендігін көршісі де біледі, айналасы да біледі, куәлер бар деген сияқты. Сондықтан сондай бір жаңағы компромиске келу керек. Мемлекеттік машина ырғалып-жырғалып ауыр қозғалғанымен қоғамның көмегі көп күттірмеді. Компаниялар мен жеке тұлғалардан жиналған қаржылай қолдау көлемі 30 миллиард теңгеден асып үлгерді. Бір ғана Димаш Құдайберген Демеу Қазақстан қайырымдылық қорына 15 миллион теңге ақша аударыпты. Ер Димаш сын сағатта ел ішінен табылды. Не дегенін тыңдаңыз. Бір-бірімізге көмек қажет болған кезде бір жағадан бас және қол шығарып бір-бірімізге бірлерімізді көрсетіп жүргеніміз олас еліміз аман болсын. Қазіргі таңда бәрімізге бірлік керек, сабыр таныту керек. Енді ол сөздің өзін айтуда қазір кішкене қиын болып тұр, бірақ дей тұрғанмен сабырлық танытып, кішкене Құдайдан үлкен үмітпен жақсылыққа құштар бола берейік.
Амал қанша бүлінгеннен бүлдіргі дәметіп лайк пен хайптың соңында етегімен су кешіп жүргендер де жоқ емес. Фото-видеоға түсіп, жұмысты тоқтатып қоятын, бір-екі қап топырақ толтырып кетіп қалатын блогер, журналист, депутаттар жұрттың жүйкесін жұқартып біткен сияқты. Біздерге Астанадан тексерулер, қонақтар жіберуді доғарыңыздар. Бірінші вице-премьер Бозымбаевтың өзі келді, құбағып, осы жердегі бүкіл жобалар мен жоспарларды мақұлдайтын сол кісі. Одан кейін төтенше жағдайлар министрі кетті. Одан кейін төтенше жағдайлар министрінің орынбасары келеді тұғын. Одан кейін депутаттар келе жатыр дейді. Түрлі делегациялар жұмыс жасауға кері кесірін тигізеді. Халықты ашындырады, уәде беріп жатыр, береміз деп, ал беретін тракторлар жоқ. Өздері келгенше, өздерінің орнына сол қаржыға трактор жіберсінші, бізге пайда болады. Экскаватормен бульдозер табылмай қырылып жатырмыз жан-жақтан. Біреулер апаттың арқасында хайп қуаласа, енді біреулер ел басына төнген нәубетті өз мүддесіне пайдаланып, саяси ұпай жинауға тырысатын тәрізді. Ғаламторда экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевты аңсау акциясы белең алды. Ескі қазақстанды көксеушілер әсіресе TikTokта белсенді. Желіде желдей ескен видеолардың мазмұны бір сарынды. Елбасы кеткелі халықтың тұрмысын нашарлап кетті. Баяғыда бәрі жақсы еді ғой шіркін дегенге саят. Болғым келмейді, қанатым бар күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Әлеуметтік желідегі әртүрлі парақшада Назарбаев нағыз көшбасшы рөлінде насихатталады. Халыққа жағымды көрінген жақтары, шенеуніктерді сөгіп отырған сәттері әдемі монтаждалып, әсерлі музыкамен әрленіп, адамның жүрегін елжіретеді. Үкіметті ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстаған мықты лидерге деген сағынышын оятады. Вы просто трусы, а не правительство и не министры. Руки, колени дрожат, чтобы принять решение. А для чего тогда работаете? Очистите мне все банки. Буду считать, что честно выполнил свой долг это правительство. И уйдите с этим в отставку. TikTok парақшалардағы видеоматериалдар миллиондап қаралым жинайды. Белгісіз автор бір видеосында: Назарбаевқа шүкіршілік қылмап едіңдер, қара сумен жүрген халықты балға жеткізіп еді. Барыңды бағалай алмадыңдар, енді жарқырап өмір сүргендеріңді көрейік. Елбасым, сенің қадіріңді түсінбеген халықтан кеткенің де дұрыс болған-ау деп көрермендердің өздерін табалайды. Видеоның астына жазылған пікірлер құдды бір ақ адамның қиялынан туғандай. Жансыз, сөлсіз, жасанды комментарийлер боттар армиясының жұмысына ұқсайды. Тек Қазақстанның емес, әлемнің көшбасшысы. Атамыз қайтып келсе, ешкімнен қорықпай өмір сүреміз. Аман болсын, көреген еді, бәрінің алдын алып отыратын еді дегендей сөздер жүздеп саналады. Саясат деген мың құбылған сайқал ғой, түбіне терең бойлап тамырын тап басу оңай емес. Әйтпесе, қаңтар оқиғасында шал кет деп ұрандатқан елдің аяқ астынан шал қайт деп шақыртуын немесе шақырған сыңай танытуын қалай түсінеміз? Науқанның мақсаты айқын, жоспары жойқын. Су тасқынына Тоқаевты кінәлап, жаңа Қазақстанға қара күйе жағу, бүгінгі билікті тақтан тайдырып, саяси реванш алу. Әрине, маңдайымызға бұйырған екі-ақ президенттің бірін жақтап, бірін даттаудан аулақпыз. Бірақ мұндайда қазақтың бір мысал әңгімесі ойғыр олады. Баяғыда мал көрмеген біреу түйеден мойның неге қисық деп сұрапты дейді. Сонда Ойсылғара тұқымы дұрыстап қарашы, осы менің түзу жерім бар ма деп жауап беріптіміз. Дәл осы мысалды Қазақстанның әлеуметтік экономикалық жағдайына қаратып айтуға болады. Қазір қай саланың шетін түртіп қалсаң да, жылдар бойы қордаланған мың сан проблема алдыңнан шығады. Кейбіреулер айтып жатыр, міне сол Нұрсұлтанның кезеңі жақсы еді ғой деп. Сондай надандарға айтайын, бұның барлығының кінәсі ол 33 жыл бойы болған жемқорлық. Қазақты тонаған сүмелектер, қазақтың жаулары осындай дәрежеге қазақты алып келді. Су қоймаларыны тетістер осыдан 33 жыл бойы, 20 жыл бойы салынып дайын болуы керек еді. Бірақ осы келген жоқ. Неге? Себебі өздерінің қалталарын толтырған надандар қазақты ойлаған жоқ. Сондықтан Қасым-Жомарт Кемел Тоқаевқа, Олжас Абайұлына бүкіл қазақтың үндеуі, ол бізге өзгерістер керек. Қазақтың байлығы қайтарылуы тиіс. Сол қайтарылған байлықпен қазақтың жағдай жасалуы тиіс.
Су тасқынының фонында расымен Назарбаевқа жақын адамдар тарапынан реванш жасау ниеті бар ма? Әлде бұл конспирология немесе биліктің өз қателіктерін ескі Қазақстан арқылы ақтап алуы ма? Осы сұрақтарды мен кеше ғана сұхбатта Ерлан Сайыровқа қойдым. Сайыров, дәл солай, бұл реваншизм әрекеті, бұған жол бермейміз деп сенімді сөйледі. Мынау біздің еліміздегі осы реваншистік күштер, олар мемлекетімізге түскен әрбір ауыртпашылықты пайдаланып, осы бүгінгі таңдағы мынау мемлекет басшысын жаңағы жамандауға дайын отырады. Президент Тоқаев Конституция бойынша Қазақстан Республикасының легитимді президенті. Кейбір сын айтушылар, олар сын айтып отырған жоқ. Олар біздің елімізде саяси дестабилизация жасауға тырысып отыр. Кімге керек ол? Олар сол жаңағы өзің айтқан реваншистік күштерге керек. Реваншистік күштер осы қиын қыстау жағдайды пайдаланып, қайтадан билікке келуге тырысып отыр. Ал енді реваншистік күштер кім десек, олар бұрынғы мемлекет басшысының айналасында жүріп, жаңағы байып алған, қалтасын толтырып алған, сол халықтың бүкіл ақшасының барлығына жаңағы жеп үйренген. Нақты жоспарлары бар деп айта аласыз ба? Енді өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, қазіргі таңда мынау ақпараттық деңгейде жаңағы мемлекет басшысын дискредитациялау болып жатыр. Сонымен бірге жаңағы неше түрлі челлендждер болып жатыр, жаңағы шал кел деген. Бұның барлығы ол ұйымдасқан түрде болып жатыр. Және бұл ешқандай сын емес, бұл осы мемлекетке қауіп қатер болып тұрған кезде, осы біздің елімізде мемлекеттің ішіне іріткі салу, яғни саяси дестабилизация жасау бағыты болып табылады. Бұл заңға қайшы келетін әрекеттер. Мұндай акциялар егер күш алып кетсе, қандай нақты қауіптер болуы мүмкін? Енді тұрақсыздыққа байланысты. Енді бетін аулақ қылсын дейміз ғой, дегенмен де. Менің ойымша, біздің елімізде халқымыз барлығын түсінеді. Сонымен бірге ешқандай жаңағы саяси бір тәртіпсіздікке бармайды. Бірақ олардың діттеп отырғаны, ол міне осындай жағдайды пайдаланып, мынау конституциядан тыс механизмдермен қайтадан билік басына келу. Мен ол жігіттерге айтар едім, біздің елімізде реваншизмге ешқандай жол жоқ. Былайша айтқан кезде реваншизм в Казахстане не пройдет. Тоқаев тозған, тоналған, қаналған Қазақстанның тізгінін қабылдап алды. Дегенмен 2019 жылдан бастап есептесек 5 жыл, қаңтар оқиғасынан бері қайырсақ 2 жыл өтті. Оңалған ештеңе көрінбейді. Референдум деп саяси жүйені сырттай сылап сипап қойдық. Болды. Салыстырмалы түрде айтайынша, 1932 жылы Рузвельт президенттікке сайланғанда Американың ахуалы бізден әлде қайда мүшкіл еді. Бірақ Рузвельт косметикалық реформалармен әуестенбеді. Мықты экономист іздеп әйгілі Джон Кейнсті тапты, былыққа батпаған тәуір кадрларды төңірегіне топтастырды. Айналдырған 3-4 жылда ақш экономикасын қарыштап дамытты. Айта берсек, мұндай мысал әлемдік практикада көп. Сөздің тоқ етері. Тоқаев мырза да осындай орасан жетістіктерімен қуанса дейміз. Әлі де кеш емес, 5-6 жыл уақыты бар. Бірақ 5-6 жыл дегеніміз саясат үшін қас қағым сәт. Ескі Қазақстан әкімшілік ресурстан айырылса да, қаржылық ресурстарды осында ұстап отыр. Оларға олигополия, монополия тақырыптары ұнамайды. Сондықтан алдағы президент сайлауына дайындалатыны даусыз. Қоғамда тұрмыстық зорлық зомбылық мәселесі әлі де күйіп тұр. Созылмалы сериалға айналған Бешімбаевтың соты да ерлі зайыптылардың қарым-қатынасын қайта қарауға түрткі болғандай. 11 сәуірде Қазақстан парламенті отбасындағы озбырлық үшін жазаны күшейтетін заң жобасын президенттің қол қоюына жолдады. Сол күні мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин бұл жөнінде былай деп жазды. Бүгін Сенат әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы заңды мақұлдады. Мемлекет басшысы 2023 жылғы жолдауда тұрмыстық зорлық зомбылық үшін жауапкершілікті күшейтуді тапсырған болатын. Көп ұзамай мәжіліс депутаттары жаңа құжатты әзірлеуге кірісті. Бұл жұмысқа бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиева, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның, сондай-ақ ұлттық құрылтайдың мүшелері белсене атсалысты.
Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың қылмыс деп танылуы, балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың барлық түрлері үшін жазаның күшейтілуі және отбасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алуға арналған түрлі шаралардың белгіленуі заңның негізгі жаңашылдығы деп айтуға болады. Әйелдер мен балалардың іргелі құқықтарын қорғау мемлекеттік саясаттағы басымдықтың бірі. Бұл мәселе қашанда мемлекет басшысының басты назарында. Президент ұлттық құрылтайдың 3-ші отырысында тұрмыстық зорлық-зомбылықты ымырасыз күрес жүргізуді қажет ететін әлеуметтік кеселдің бірі ретінде атап өтті. Заң жобасына ең бірінші қарсылық білдірген Қазақстан ата-аналар одағы бұл құжат дінімізге, салт-дәстүрімізге қайшы дейді. Олардың ойынша жаңа заң ата-ананың құқығын шектеп, баланы жүгенсіз кетіреді екен. Тәйттесең психологиялық зорлық, смартфон алып қойсаң экономикалық зорлық, құйрықтан тартып қалсаң көш көрсету зорлығы. Сонда баламызды қалай тәрбиелемекпіз? Балаға қол көтермей тұрып, 4 зомбылықтың біреуіне түсіп кетеміз. Баламызға қол ұшын тигізбесек те жай ғана қой таяқ жейсің деп қалсақ, зорлық-зомбылықтың қатері төнді деп, есік артынан полиция, соцработник, тағы басқалар үйімізге топырлап басып кіріп, баламызды жұлып алып, анасын қамауға алып, ата-аналық құқықтан айырып, отбасымыздың тас талқанын шығарады деп дабыл қағады қоғамдық бірлестік. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев та құжат ережелерін басқаша түсіндіріп, сан-саққа жүгірту дұрыс емес дейді. Яғни түпкі мақсат ата-ана мен баланың арасын бұзу емес, әйелдер мен балалардың құқығын қорғау. Жалпы бақытты балалық шақ деген тіркесті көп қолданамыз ғой. Бірақ Қазақстандағы 6 миллион баланың бәрі бірдей бақытты дей алмаймыз. Ашынғаннан шығады ащы даусым демекші, мал екеш малдың өзі төліне қиянат жасамайды. Ал біз қыздарын топтасып зорлайтын, балаларын ұрып соғатын, от пен судан, жел мен селден сақтай алмайтын қоғам болдық. Интернетті ашып қалсақ, қорланыпты, зорланыпты, түтінге тұншығыпты деген ақпараттар кес-кестеп алдымыз турайды. Заң жобасын жақтырмаған және бір топ дәстүрлі консерватив көзқарастағы ерлер секілді. Тіпті Ермұрат Бапи, Аманжол Әлтаев, Жанарбек Ашымжан бастаған мәжіліс депутаттары құжатта әкелердің рөлі тым төмендеп кеткен жоқ ба деп қауіптенген. Әкең келе жатыр. Осыдан әкең келсін. Әкең сазайыңды береді деген тәрбиемен өстік қой. Осы тұрғыдан келгенде сіз қалай ойлайсыз? Біз мына әкенің, ер азаматтың рөлін көтеру үшін бәлкім отағасы туралы заң қабылдауымыз керек шығар. Сіздің өз ойыңыз қандай? Соны білгім келеді. Менің жеке позициям бұл әке Асқар Тау. Әкенің орны да, рөлі де қазақтың тәрбиесінде, қазақтың отбасы институтында ерекше. Біз егер ұлт және ұлттың болашағы десек, онда әке деген сөзбен олардың түгел байланысып, сабақтасып жатқандығын жақсы білеміз. Бірақ біз бұл заңмен бір қолын бесікті тербеткен, бір қолымен әлемді тербеткен, әйелдің бүгінгі таңдағы тұрмыстық қарым-қатынастағы патриархалдық озбырлығына белгілі бір тосқауыл қоятын баптарды енгізіп отырмыз. Мен де сіз секілді әкелердің болашағына, ер азаматтардың, оның ішінде батырлардың ұрпағы, ұлдарымыздың болашағына қатысты ой пікірім бар. Әлеуметтік желіде негізінен ерлер мен әйелдер екі лагерге бөлініп алды. Екі тарап бір-бірін кінәлап дауласып отыр. Осындайда сыр сүлейі Тұрмағанбеттің бір шумақ өлеңі еске түседі. Әйел көктен түскен жоқ, ол еркектің баласы, еркек жерден шыққан жоқ, әйел оның анасы дейді ақын. Біз де осыған тоқтасақ және гендерлік теңдікті сақтасақ дейміз. Осымен қоса дәстүрлі отбасылық құндылықтар да жойылмас екен деген тілек. Алайда дәстүр сөзінің өзі қазір әртүрлі қабылданып жүр. Заңға президент қол қойсын, қолданысқа енсін, қоғамның шын реакциясы да, заңның тиімділігі де сол кезде көрінеді. Біз көп пікір айтқанша осы заңның авторларының бірі жұмыс тобының жетекшісі болған депутат Жолдас Сүлейменоваға қоғамды мазалаған сұрақтардың бәрін қойдық. Су жаңа сұхбатты ертең арнамыздан көріңіз. Бұл аптадағы айтарымыз осы. Абай Лайф YouTube арнасына жазылыңыз, бізбен бірге болыңыз. Бүгінгі шығарылымға міндетті түрде өз пікіріңізді қалдырыңыз. Егер де біздің каналымызды қолдайтын болсаңыз, төмендегі QR кодты немесе карта ақпаратын пайдалансаңыз болады. Біз сіздердің қолдауларыңыз арқылы эфирлерімізді бұдан да сапалырақ етуге тырысамыз. Амандықта, саулықта жүздескенше.